Арман Мақатаев әлемі арнасының көрермендері, бүгінгі сұхбаттағы түзгіншілдарыңызмен Дәурен Сағынғалиев. Бүгін біз жаңа жоба бастадық. Жобамыздың атауы Мұқағали Мақатаев мектебінің тәрбие сағаты деп аталады. Және біздің бүгінгі сұхбатымыздың алғашқы қонағы Қазақстанға еңбегі сіңген спортшы ағамыз Ардақ Назар мырза. Аға, қош келдіңіз. Уағалейкумассалам. Қадірлі көрермен, жалпы ұлтқа пайдалы болудың озық үлгісін көрсетіп жүрген ағамызбен бала тәрбиесі тақырыбын қамтуды жөн санап отырмыз. Ақын Төлеген Айбергенов, арманыңды ақтарамын ба жүрегімде тербесем, айға сіңілі қарындасың құдіретті жерге сен, мен өзіңді теңдесі жоқ, құдірет деп түсінем, сендік қуат мың есе артық, жердің тарту күшінен деген еді. Ана тақырыбында қалам тербеген қаламгердің қатары аз емес. Аға, жанаттың кілті ананың табанның астында деп жатамыз. Ал бала тәрбиесіндегі жақсы тәрбиенің кілті қайда деп ойлайсыз? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бірінші бағдарламаның әлқиссасы тұсауын кесіп отырмыз. Өнімдеріңіз берекелі болсын, көрермендер көп болсын дегім келеді. Жалпы бала тәрбиесі ол ең бірінші ата-анадан басталады. Баяғыда бір батырдан сұраған екен, жауға шапқаннан да қиын нәрсе бар ма батыреке деп. Сонда жауға шапқаннан да қиын нәрсе түнде ұйқыдан оянып, көрпеден ашылып қалған баланы қымтау деген екен. Бұның астарында жауға шабасың, бетпе-бет келіп шайқасасың, бірақ бала тәрбиесі ол ең маңызды. Өйткені ол сенің ұрпағың. Сенің балаң ол жан мен тәннен тұрады. Біз бүгінгі таңда тәннің ғана азығын беріп, оның дұрыс киім киюіне, телефоны, тамақ ішуіне мән береміз да, оның жанының рухани ілімін алуына біз көп нәрсе қалыс қалып отқан жайымыз бар. Бала өмірге келген кезде ол бір дене дейді Мағжан Жұмабаев педагогика кітабында. Бұл дене, әлсіз дене, оған жан азығынан гөрі тән азығын көбірек беру керек дейді. Яғни баланы бала кезінен бастап шынықтырып, бөлмесінің ауасын таза болуы, оны спортқа беріп, баулып, біздің дінімізде де сүйікті пайғамбарымыз балаларын атқа мінуге, садақ тартуға, күреске, суға шомылуға үйретіңдер дейді. Осы төрт өнердің барлығы ер жігітке тиісті сипаттар. Жігіттің өнерлерінің бірі. Өйткені жау шапсын шаппасын, ол бала осы өнерді меңгеру керек. Жалпы баяғыда Омардың халифа болып тұрған кезінде бір әке баласын директ етіп алдына алып келген екен. Халифам, мына баланы мені тыңдамайды, ата-анасына қарсы шығады, өзіңіз осы балаға бір ақылыңызды айтыңызшы дейді. Сонда Омар әлгі жас балаға қарап, ей балақай, сен не Алланың алдында, баланың ата-анасының алдындағы ақысы бар екенін білесің ба? Сен неге ата-анаңды тыңдамайсың, неге қарсы шығасың деген кезде әлгі бала жұлып алғандай, ей мүміндердің әмірі, баланың ата-анасының алдындағы міндеті бар шығар, бірақ ата-ананың да баласының ұрпағының алдында міндеті бар ма дейді. Иә дейді. Оның бірінші міндеті жақсы ана таңдау. Текті жерден қыз алсаң, балаға жақсы есім қою және рухани тәрбие беру, яғни имани тәрбие. Одан кейін барып кейін ата-ана ол баланың жақсы кейін алып беріп араласу керек екен. Осы төрт нәрсе әкенің міндеті. Сонда әлгі бала айтқан екен, бұл әкем дейді, осы төрт шарттың бірінде орындаған жоқ. Менің анамның өткен өмірі белгісіз, оны құл базарынан алған дейді. Екінші, менің атымды да дұрыстап қоймады, есімім Жуал деген екен. Бұл бағанағы тентек, бұзық деген мағынаны білдіреді екен. Үшінші, маған рухани тәрбие бермек тұрмақ, бірде-бір тәрбиелі сөз айтқанда емес, үйреткен емес деген кезде бағанағы Омар әлгі кісінің өзіне айтқан екен. Енді сенің балаң осындай болмағанда мен кінәлі емеспін ғой деген екен. Сонда бүгінгі таңда да біздің өте үлкен кемшілігіміз, балаларымыз жақсы мектептерге береміз, жақсы киіндіреміз, соңғы қалыптан телефондарды алып береміз, iPhone 13 деген сияқты, бірақ баланың руханиятына мән бермейміз. Балаға не керек? Балаға дүние керек емес, асылында балаға мейірім керек. Баламен сырласу керек, баламен дос болу керек. Егер сіз баламен дос болсаңыз, ол дос көшеден іздемейді. Егер қызыңызбен сырлас болсаңыз, ол көшеде құрбылармен сырласпайды. Егер қызыңызға мейірім, жылы сөз, жаным, жарығым,
ақылдым, жүрегімнің жемісі, махаббатым деген сөзді қызыңызға арнаңыз. Егер осы әкенің махаббатына қыз тойып өсетін болса, ол көшедегі көлденең жігіттен бағанағы сөзді естімейді, оны керек те қылмайды. Сондықтан ата-ананың ең бірінші беретіні көңіл бөлу, мейірім төгу, баламен санасу, баламен сырласу, шынайы сырласу. Сол кезде бала ашылады. Ата-ана ең бірінші оның руханиятына жалпы тәрбие беру керек. Егер білім сенде болмаса, яғни өзіміз қолымыз тимей, жұмыс бастымыз, командировкада жүреміз, бірақ аптасына 1 рет, 2 рет міндетті түрде, айына 1 рет жоқ дегенде осы ел ағалары бар, жақсы ұстаздарымыз бар, соларды үйге шақырып, дастархан жайып, сол бала-шағаны жинап, солар уағыздарын айту керек. Сол балаға деген тәрбие жөнінде. Өйткені өзімізде жоқ қой ол білім. Дәурен інім, қыз баланың әрбір жүріс-тұрысы үшін әке міндетті түрде сұралады. Қыз баланың тәрбиесінде әкенің атқаратын рөлі зор дедіңіз. Түйген түйінде әке намысты болса, біздің ұрпақ ізге болады деген дүниенің астарына сыйып тұрған секілді. Өзіңіз әке ретінде, әсіресе қыз баласының тәрбиесінде негізгі әкенің атқаратын міндеттерін санамалап тоқталып өтсеңіз. Қыз баланың өмірге келген күннен бастап, оның жүрген жүрісі, тұрған тұрысы, күлген күлісі, тіпті ұйықтап жатса да әкесіне 24 сағат сауап жазылады екен. Бұл Алла Тағаланың сізге деген мейірімі. Ал енді қыз баланың тәрбиесіне келетін болсақ, ол өте нәзік. Қызға тек қана мейірім керек. Оны ешқашан ұрсуға болмайды, дөрекі сөз сөйлеуге болмайды. Бүкіл мейірімді де ол әкесінен көру керек. Одан кейін ол нәзік жаратылыс, сенің тілекшің, сенің қамқоршың. Ең бірінші тәрбиенің негізі ол имандылықта. Мәселен, оған Алланың бар екенін таныту керек. Өйткені біз үйімізден, мен білмеймін қанша өмір сүремін, бірақ мен бала кезінен бастап оның жүрегіне имани тәрбие, оның Алла Тағала үнемі көріп тұрғанын, жамандыққа бармауына үнемі дұғада болып, оны жамандық пен жақсы мен жаманды бәрін парықтап, оған үйретіп отырмасам, ол білмейді. Сондықтан ең бірінші ол тәрбиені, жақсы мен жаманды, адал мен арамды, оның барлығы ата-анадан есту керек. Ата-ананың ең бірінші жаңағы мақсаты, бағана атап өткендей, жақсы ана таңдау, жақсы есім қою, одан жақсы тәрбие беру. Сондықтан біздің пайғамбарымыз хадисінде айтады, балаларыңды, жалпы Анас ибн Малик деген айтқан, балаларыңды пайғамбардың отбасын сүюге үйретіңдер дейді. Өйткені пайғамбардың отбасынан тек қана ізгілікті көреміз, шыншылдықты көреміз, берекені көреміз. Ал енді біз егер оның пайғамбардың отбасына деген махаббат болмаса, ол Роналдинаның отбасына, Макгрегордың отбасына, Мессидің отбасына деген махаббат болуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Мен өткенде ғана бір баланы естіп таң қалдым. Роналдинаны жақсы көреді, футболдан сөйтіп ужас кино көріп отыр екен. 8 жасар бала. Не көресің десе, бұны Роналдина солай көреді екен дейді. Көрдіңіз ба? Әкемен ана айтпағаннан кейін ол сол көрінгеннің жетегінде кетеді ғой. Соның нәтижесінде біз көптеген нәрседен айырылып қалып жатырмыз. Аға, жалпы өзіңіздің ел төңірегінде жастармен жүздесуіңізде ер азаматтың тәрбиесінде жиі қамтып жатасыз. Біз айтамыз ғой, енді ер азамат мықты болмаса қоғам түзелмейді. Ендеше жақсы ер азамат тәрбиелеп шығару үшін Ардақ Назар мырза ұстанатын қағидалар қандай? Жалпы осы бала тәрбиесінде әкенің маңызы өте зор. Сонымен қатар әкенің тағы негізгі беретін нәрсесі дереу жазаламау. Баланы жазаламау керек. Баланы неге олай істегенін түсіну керек. Баланы мысалы пайғамбарымыздың кезінде бір кішкентай Амр деген бала құрма бақшасына түсіп құрма ұрлайтын болады. Содан бағана құрма бақшасының иесі келіп, ана баланы деректетіп, қазір сені Алла Тағаланың пайғамбардың алдына апарамын, ол саған көрсетеді деген сияқты. Сондай дөрекі мінезбен баланы жетектеп алып келеді. Амр тірілдеп, қалтырап пайғамбардың қасына келеді. Сонда, я Расулалла, білесіз ба, мына бала осындай, ұры, қары, менің құрмаларымды сындырады, осылай деп жаңа кісі айтып жатқан кезде, пайғамбарымыз ақырын ғана отырып, күлімдеп, ей балақайым деп ана баланы құшағына алады. Қорқып келген бала бірден жаңағы есін жинап, пайғамбардың етегіне кіріп, мына жақтан шығып, жаңағы соны мейірім пайда бола бастайды. Сол кезде тағы да балақайым, сен неге ұрладың дейді. Біраз балаптығын басқаннан кейін мен қарным ашты дейді. Сонда пайғамбар айтады, енді сенің қарның ашатын болса, сен ана талдың басында құрмалар таспен атып сындырма, жерге түскендерін жей қой, жарай ма? Және піскенін күт дейді. Сөйтіп қолын жүрегіне қойып дұға жасайды.
сол бала кейіндеп жаңағы керемет тұлғаға айналады. Мен пайғамбардың қасында 10 жыл қызметшісі болдым, бірақ мынаны бүлдіріп қойсам неге бүлдірдің, неге мынаны істемей қойсам неге істемедің деп ұрысқан емес дейді. Әлемдегі ең мүбәрәк тәрбиеші. Енді бәріміз мұсылман болғандықтан сол кісіден тәрбие аламыз. Біздің пайғамбардың жолымен жүрген біздің бабаларымыз жалпы осы қазақ елін берекелі ел қылып ұстап тұрды ғой, сол тәлім тәрбиенің арқасында. Енді сол жалпы айтқанда эстафета ол біздің қолымызда. Өйткені бүгін дәл қазір біз тағдырдың сахнасындамыз. Болашақ ұрпақ енді бізге қарайды. Ардақ Назаров жастарға не беріп жатыр дейсіз ғой. Жалпы мен өзімнің азаматтық парызым деп білем, міндетім деп білем. Жалпы мен бір адамды болса да әйтеуір жақсылыққа шақырсам, жамандықтан қайтарсам, сөзіммен, сөзім болмаса қолыммен, ақшам болса ақшаммен, дүнием болса дүниеммен. Жоқ дегенде бір бала менің спорт мектебіме келіп, ата-ананы сыйла деген десіп, ата-анасын сыйлап жатса, қарындастарыңа қамқор бол деген сөз оған жаңағы насихатымызға құлақ асып, жаңағындай түзеліп жатса, ол мен үшін үлкен жеңіс. Өйткені елді бұзуға шамасы жеткен сөздің елді түзеуге де шамасы жетеді. Түзеуге жұмсайтын болсақ түзеледі деген екен Әлихан Бөкейхан атамыз. Сондықтан мына сөз деген ол құдірет. Өйткені Құран сөзден құралған. Құранның өзі Алланың сөзі. Сондықтан жақсы сөз жарымыз дейді. Тіпті жақсы сөз сөйлеудің өзі ол садақа екен. Сондықтан неғұрлым шамалымыз жетсе, жақсы сөз айтып, жастарды жақсылыққа шақыруға міндеттіміз. Рахмет аға. Өте орынды мәселелерді атап өттіңіз, әсіресе ер азамат тәрбиесінде. Баланы баптауда, әсіресе спорт үйірмесінде өзіңіз жетекшілік етіп баптап жүрген балалардың қатары бар. Солардың спорттан бөлек тәрбиесіне де ықпал етуде қолға алынып жатқан жұмыс жоспарлардың бағытымен таныстырсаңыз. Мен еститінім Ардақ Назардың спорт мектебіне баратын балалардың уақытты спортпен байланысты мәселе аяқталғаннан кейін ар жағында ғибратты әңгімеге белгілі бір уақыт бөлінеді деп. Осы үрдіс жалғасып жатыр ма аға қазір? Мен физика маманы болайын, химия маманы болайын, мен қарапайым жаңағы таксист болайын, мейлі спортшы болайын. Ол менің азаматтық міндетім, ол менің парызым. Егер мен қарапайым таксист болсам, қасыма отырған қазақтың қызына, қазақтың жігітіне насихат айтуым керек. Бауырым, біз осындай елміз, ата-бабамыз қиындық көрген, қазақ болғалы, қазақ атқа қонғалы не көрмеді бұл елім. Сендер бүгін берекелі елде өмір сүріп жатсыңдар, тәуелсіздікте. Толстойдың керемет сөзі бар, маған қатты ұнайды. Бүгін біздің мектептерімізде, универлерімізде небір пәндер оқытылады, оның керегі бар, керек емесі бар дейді. Бірақ ол пәндердің ішінде адамгершілік деген пән оқытылмайды дейді, қараңызшы. Сондықтан бізге адамгершілік деген пән керек. Адамгершілік деген пән ол арнайы пән емес. Ол универде, мектепте оқылатын пән емес. Ол кез келген жерде оқытады. Қазір ана бір қазақтың жігіті Москваға кетіп барса, соған барып сен адамгершілік пәнін оқытуың керек. Ол сенің міндетің. Көрдіңіз ба? Кезінде Көгілташ медресесін бітіріп, қазақ еліне мүфти болуға дайын болып тұрған үлкен ғұлама ғалым Әнет бабаны Бұқара медресесінің ғалымдары былай қолына көтереді. Өйткені ол тұлға ғалым. Сен енді Түркістанға барасында бағанағы мүфти боласың дейді. Сонда жоқ, маған мүфтидің жұмысы керек емес. Мен халқымның арасында жүремін, жастарды жақсылыққа тәрбиелейін дейді. Сөйтіп Жиделі байысының еліне қонаққа келеді, қалқам батыр жаудан кеп, әйелі ұл туып жатыр екен. Әй Әнет баба, келдіңіз ғой, мына кісіге енді батаңызды беріңіз, мына балаға дегенде есімі Бұқар болсын, шабысы Сұңқардай болсын, айтқан сөз халқына іңкәр болсын деп батасын беріп, атын Бұқар қояды, Бұқар жыраудың атын. Нәтижесінде Төле биді тәрбиелейді, нәтижесінде Қазыбекті тәрбиелейді, нәтижесінде Әйтекені тәрбиелейді. Қараңызшы. Сонда елдің арасында жүріп, елмен араласып, ана үш биді тәрбиеледі, сол үш би Абылайды тәрбиеледі. Әнет бабаның тәрбиесін алу үшін арқадан Қазыбек биге 3 жыл қасында тұрады. 3 жыл қолына су құйып, құмғанын жылтып беріп, аяғын жуып, басын уқалап, жаңағындай тәлімінде шәкірті болып, 3 жыл тәрбиесін алады. 3 жылдан кейін барып, Қазыбек аттанып баратқан кезде атына қолтығынан демеп Қазыбекті отырғызады, Қазыбек биді. Сөйтіп, ай Қазыбек жан дейді, Әнет баба, кімге қарыздарсың дейді. Аллаға дейді. Неге дейді, ол мені жоқтан бар етті, өмір сыйлады дейді. Одан кімге қарыздарсың шырағым, анама қарыздармын, 9 ай 9-ын көтерді, өлім мен өмірдің ортасында жатып мені өмірге алып келді, 2 жыл емізді, құндақтағы сәби едім азамат қылды. Одан кімге қарыздарсың шырағым, әкеме қарыздармын, тәрбиемді берді, білмегенімді үйретті, қам-қарекетін жасап отырды. Одан кейін халқыма қарыздармын, одан кейін ұстазым сізге қарыздармын деген екен. Негізгі біздің адам болып келгендегі мақсатымыз
адамдарды жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Енді мен өзім спортшы болғандықтан жалпы спортшыларға келген балалар, олар қазақтың батырлары. Және біз оларды дүлей күштің егесі емес, ұрда-жығы емес, оларды иманды, рухы мықты, өзінің күшін жақсылыққа ғана қолданатын, көшеде емес рингта төбелесіп, қарындасы мен інісін қорғайтын азамат қылып шығарсақ, ол біздің азаматтық парызымыз. Сол үшін насихат айтамыз, шамамыз келгенше. Аға, жау жүрек мың бала тәрбиетіндей қазір жердің бетінде жоңғар жоқ. Бірақ қазақ ұлтының болашағын ойлайтын мың бала қазір қазақ бар дегенге саятын сияқты әңгімеміздің бағыты. Мына халық арасында айтылатын бір дүние бар. Негізі сол жоңғарың жақсы еді. Қазір жау көрінбейді. Ол көрінетін жау еді дейсіз ғой. Иә, көрінетін жау еді. Қазір жау айфонның ішінде ғой. Ол тиктокта, ол ютубта, ол ватсапта. Сол жау сенің ұрпағының санасында олап жатыр. Текті қазағында тексіздікке тәрбиелеп жатыр, білімдіні білімсіздікке тәрбиелеп жатыр деген сияқты, көрдіңіз ба? Әлеуметтік желінің расымен де ықпалы арта түскен кезеңде өмір сүріп жатырмыз ғой. Өзіңіз айтып жатқан тикток бар, инстаграм бар, тәрбиенің тетігін қазір сол жақтан іздеп жүрміз. Аға, осыны шектеудің жолы, әлеуметтік желінің ықпалын төмендетудің қандай жолдарын ұсынамыз бала тәрбиесінде? Алмастыратын не бар қазір? Дәл осы сәтте, дәл қазір. Дәл қазір, мысалы, балаларды телефонға ажырата алмаймыз. Ол міндет береміз, бәрінде смартфон бар. Бірақ жас балаларды телефон қараған кезде күніне жарты сағатқа беру керек, жарты сағатқа. Және бірге отырып, жанұяңмен бірге көресің, сен нені көргің келеді. Мысалы, қошқар мен теке деген сияқты, немесе басқа бір қазақи нені мультфильмді көрсін телефоннан, әдемі нәрселерді. Бірақ сен қасында отырып, оны қадағалап отыруың керек. Көрдіңіз ба? Және болашақ ұрпақтың санасын улап атқан нәрсе аналардың білімсіздігі. Біздің жас келіншектердің бала телефонмен бірге ұйықтайды. Оянады да бетін жумайды, бірінші телефон көреді. Таңғасын телефонмен көріп отырады. Жаңағы Маша Медведті көре ма, басқаны көре ма, Джоджоны көре ма, соны көріп отырады. Тамақ ішсе де, кетіп барса да, көліктің ішінде де 24 сағат менің мазамды алмасын, мен тамақ жасап алайын. Баласы бір жақта, өзі бір жақта. Алла тағала оған сол ұрпақты берді емес па? Қаншама адамдар бар ұрпаққа жете ма жүрген. Алланың берген баласын сонша неге жаныңыз ашымайды, мысалы. Ол бала ертең мәңгүрттікке тәрбиеленіп жатыр. Телефон көп қараған бала ашушаң болады. Оның болашақта рак ауруларын қабылдауы өте жиі болып жатыр. Одан кейін ашуланшақ болады. Жаңағы депрессияға тез түседі, өз-өзіне қол жұмсайтын, ата-анасын сыйламайтын, сөздің төркініне бармайтын, тілі кеш шығатын деген сияқты мыңдаған себеп салдары бар. Мен осы жазда лагерь өткіздім, 76 бала біздің қолымыздан өтті. Ең кішкентай 5 жаста, үлкені 17 жастағы балаларды мен әдейі бүгінгі жастарды зерттеп көргім келді. Соның ішінде біз лагерьге келген күн телефон тартып аламыз. Кәдімгідей тартып аламыз, бермейді. Содан 3 күн депрессияға түседі. Кәдімгідей рухани құлазып, ана балалар жынданып, ашуланып, ана бірдеңесін жоғалтып алғандай, кәдімгідей өте қатты күйзелісте болады. Таудың басында интернет ұстамайды. Соның өзінде бір балалар тиктоктан бүкіл жазып алғанда видеоларды көрпенің астына көріп жатқан жерден ұстап алған кездеріміз болды. Бірақ 3 күн екен, 3 күннен кейін барып бала жаңа қалыптасады. Мысалы, тамақ жемейтін балалар, чипсы жеп жүрген, шоколад жеп жүрген балалар, жаңа газдалған сулар ішіп жүрген балалардың бар, қымыз, май, нан, жаңағындай кеспе, ауылдың нанын жеп, тауға шығып, атқа мініп, сөп, ана бала қалыптасып кетеді екен. Сонда мен бір көргенім, тәрбиелесең, тәрбиеленеді екен балалар. Тек қана біз өзіміз тәрбие бере алмаймыз, біз бермейміз, ойланбаймыз, мына баланың болашағы не болады деген сияқты. Сондықтан 8 күннің ішінде 180 градус өзгеріп кеткен балалар болды. Мысалы, мен Сұлтан деген бір баланы көрдім. Аулаға шықпайды. Үйінің ішінде өзінің бөлмесіне қамалып отыратын бала, әбден телефон қарап, арық болып, сүлдесі ғана қалған бала, ешкіммен сөйлеспейді, ата-анасына да жауап бермейтін бала. Біз барып ол баламен керемет былай жұмыс істей бастадық. Бір аптадан ана баланың қабілеті деген сұмдық. Бір айтқан өлең жаттап алады, батаны қалай береді, жаңағындай спортқа ынтығы ашылды. Сөйтіп келіп анасы қуанып, өте бір сондай бір жылап, жаңа баласын көріп өзгеріп кеткен, анашым деп бұрыла айтпайтын еді. Магазинге бармайтын бала барып келіп деген сияқты
біз ұстаздар бәрі ақылдасып сол баламен жұмыс істедік. Өте қабілетті бала екен. Тек қана біз баланың жаңағы жүрегін көре білу ғой. Тек қана көре білу. Ол мейіріммен келеді да. Шынайы сен егер баланы жақсы көріп, ботақаным, балақайым деш, ол ашылады саған. Ал сен дөрекі көрсетіп, жаңағыдай ұрысып отыратын болсаң, ол ешқашан ашылмайды. Ертең соның басынан сипайтын достар табылады ертең. Не үшін наркоман болады, не үшін алқаш болады, не үшін жаңа бала дұрыс жолдан таяды. Соның бәрі сол көшедегі жаңағы балалардың мейірім көрсеткендігінен соған кетеді сол балалар. Аға, айтып отқан дүниеңізден мынандай дүние түйдім. Бала тәрбиесінде кеш қалдым деуге болмайды ғой? Жоқ, кеш қалдым деуге болмайды. Жалпы енді ғалымдардың айтуы бойынша ең бірінші жаңағы тумай тұрып тәрбиеле дейді ғой. Негізі анасынан басталады. Жақсы қыз алу керек. Текті жерден қыз алсаң, ошағың сөнбейді дейді. Көпшіліктің ішінде сөзіңді бөлмейді дейді. Одан кейін қылығы жақсы қыз бала қызда болса, ол мен тең дейді. Жақсы болса алғаны одан артық жар бар ма? Екі жаман қосылса ұялардың ары бар ма? Білімді туған жақсы қыз ала қылмас мың қарға, өзіменен білген жігіттің тәлімінде мін бар ма дейді. Мысалы, ол қазақтан сөз артылмаған. Біздің даналарымыз бір айтқан, әйелің жақсы болса иманың, одан кейін жиғаның деп, одан кейін қонағының тұрағы деп айтқан Төле би атамыз. Сонан ең бірінші жаңағы ананы таңдаған. Неге Құнанбай Алшынбайдың қызын алып берді? Қазыбек бидің тұқымын Абайға, өйткені тектіден текті туатын біліп тұрды. Көрдіңіз бе? Тектілік тұқым қуады дейді. Одан кейін енді үйленсеңіз, Алла тағала бала нәсіп етсе, ол ешқашан кеш болмайды. Сол баланың өмірі үшін өзіңіз ізденесіз, қаруланасыз, білім аласыз. Содан кейін бар, сол білімді балаларға беру керек. Ең керемет балаға пайда беретін ілімнің тәрбиені өтетін кез айтайын ба сізге? Ол кешкісін ұйықтайтын уақытта. Жаңа қасыңызға қызыңызды, ұлыңызды құшақтап жатып, балапаным, мен саған бір оқиға айтып берейін деп ақырына бастасаңыз, ол ұйықтамайды. Әкетай, келіңізші, мен оқиғаңызды тыңдап бірақ ұйықтайын деп, кәдімгі бұрын әжелеріміз ертегімен ұйықтатушы еді ғой. Дәл сол сияқты бізде жаңағы балаларға өмір баяндар, оқиғалар, ол пайғамбар өмір баяны бола ма, Алла тағала жайлы бола ма, Абай жайлы бола ма, Шәкәрім, Айымбек батырлар тарихы бола ма, батырлар жыры бола ма, бірақ міндетті түрде бала ұйықтардың алдында свет өшіп жатқаннан қасына жатып, қызыңызға да, ұлыңызға да бір насихат айтсаңыз, өйткені ол миы таза. Ол ойынды ала-жұлақ етіп уайымдап тұрған жоқ. Ұйқыға кетіп баратқан бала бірден қабылдайды. Және сіз егер үнемі сол балаға солай бір жаңағы рухани азық беріп отырсаңыз, сіз бір жылдан кейін баланы көресіз. Ана балада бір даналық пайда болады. Даналық. Мен өзім басынан өтіп жатқан нәрседе. Сондықтан өйткені ол сенің балаң ғой, оған сен көмектеспесең, сенің жаның ашылмаса, сен оған тәрбие бермесең, ол болмайды. Балаға сол кішкентай кезден бастап ата-анасы тәрбие беру керек және үнемі дұғада болуымыз керек. Рахмет ағам. Мынау жалпы замандастардың арасында да қазір бала тәрбиесіне алаңдаушылық танытып жүрген азаматтардың қатарын жиі естіп жатам. Сол өзіңіз айттыңыз ғой жаңа, егер бала тәрбиелеуге, соның ішінде балаға жақсы тәрбие беруге өз мүмкіндігің жетпей жатса, ақыл иелерінен сұра. Балаға тәрбие беріп жүрген, осы мәселені қамтып жүрген азаматтардың пікірін біл деп. Мен өзімде аға парақшаңыздан Әлем Скулдың лагерін тығылып тыңдайтын әдетті айналдырдым. Неге? Өйткені Әлем Скулдың өзіңіз жасаған, жаңа енді атын атап өтпедіңіз, дей тұрған мен Әлем Скул, қателеспесем, Әлем Скулда беріліп жатқан тәрбиенің бағытымен таныстым. Балалар жазда жайлауда арқаны кеңге салып, кітап оқуға мүмкіндік бар, өзіңізден бекітілген тапсырма бар. Жаңағы батырларымызға қатысты, би шешендерімізге қатысты, даналарымызға қатысты біраз кітапты міндеттеп оқытуды қолға алғансыз. Өзіңізбен кеңеседі. Бата беруге дағдыланған баланың қатары көп. Жаңағы сұлтанның мысалы сол сөздің дәлелі деп ойлаймын. Жаздың кезінде ұйымдасты, қыстың мезгілінде болды. Ата-аналарымызға да құлақ қағыс болсын. Жалпы дағдыға айналдырып, әрбір жылдың балалар үшін енді бізге мектеп мұғаліміне жақсы таныс қой. Күзгі демалысымыз бар, қысқы демалысымыз бар, көктемгі демалысымыз бар. Жазды жиып қойғанда дағдыға айналатын дүние ме еді? Менің Аян деген досым бар, інішек, Казгуде өзі ұстаз. Сол айтады, аға, мен қаншама студенттермен, жастармен жұмыс істеймін, бірақ не деген рақат дейді, баламен жұмыс істеу. Неге? Өйткені бала тап-таза да, ол періште, ол сен сияқты жамандық ойламайды, ол пәк. Ал сен ол таза жұмыс істеген кезде, ол жаңағы бөлек бір құбылыс пайда болады. Оны мен тілмен айтып жеткізе алмаймын, оны көру керек. Құдай қаласа сіздерге бір жазда бір шақырайық сол лагерге келуге.
сол бала тәрбиесіне байланысты, лагерьге байланысты енді біз тұрақты түрде өткіземіз. Одан кейін маған Түркиядан қазақ диаспорасы келді. Бұрын көшіп кеткен қазақтар, Европаның қазақ диаспоралары қазір шығып, осылай келесі жылдан бастап сіздің лагеріңізге біз балаларымызды жіберсек болады ма? Олар кейбіреу ағылшын болып кеткен, кейбіреу неміс болып кеткен, сол тілде сөйлейді, кейбіреу түрік тілінде сөйлейді, бірақ біз аудармашы жіберіп отырып, біздің рухани құндылықтарымызды, дәстүрімізді білсе деген қолқа салып жатыр. Одан кейін біз күнде балаларды тауға шығарамыз. Неге? Өйткені биікке шықсаң көзің ашылады, жақсымен жолдас болсаң зейінің ашылады дейді Төле би. Бала биікке шыққан сайын оның бүгін тілмен айтсақ мотивация пайда болады. Алысқа қарай, тауға қарап, мен тау сияқты биік боламын деген сияқты. Күнде ол таңертең бір рет, кешке бір рет 3 шақырымда тауға шығып отырады бала. Ана ішкен жегенін қорытылады, таза ауа, жылқыны көреді, сиырды көреді, мынау не деп балалар қашып, құбыжық көргенде басында сиырдан әсіресе қала баласы дейсіз ғой. Садақ атады одан кейін. Қой сойдырып балаларға керемет. Оны айта алмайсың. Аға, 5 жылдың ішінде мен көріп тұрған бір мысал бар. Әсіресе біздің баланы тәрбиелеуге жеткілікті негізіміз бар. Қалыптасқан қажет десеңіз, шетелде қазір педагогиканы да жазып, психологияны да жазып, мотивацияны да жетілдіріп жүр ғой. Ал бірақ қазақтың өзінің тәрбиесінде өзіңіз жетіліңіз, тасқындаңыз, бірақ та биікпін деп асқынбаңыз. Сен мықты ана болсаң, мен орташа бәріміз бір аспанның астындамыз деп. Бұл жерде де меніңше үлкен кедергі туындамайтын секілді. Өйткені тарихқа қызығушылық танытып жүрміз, әдебиетке қызығушылық танытып жүрміз. Байқап қарасақ, қазақтың тілінде баланың тәрбиесі де жатыр, баланың бүгіні де ертеңі де тұтастай қамтылғандай көрінеді. Осы ретте аға, ұрпақ тәрбиесінде тек қана біз енді бала тәрбиесі деп біз енді жас мөлшерін шектемей-ақ қояйық. Әзірге қазақ азаматына, қазақ қызына оқуға кеңес беретін Ардақ Назардан 5 кітап болса. Бауыржан Момышұлының қанмен жазылған кітабы бар. Арпалыс, Алакалам шоссе. Бұл енді елдерге арналған кітап. Елге азамат болатын. Одан кейін Әзімхан Нұршайықовтың Ақиқат пен аңызы бар. Ол да өте керемет кітап. Оған көз жетті аға. Бабалар аманатында осы қатарға қосу керек шығар. Бабалар аманат, бабалар сөзі 100 том ғой. Соның ішінен іріктеп алуға болады. Жаңағы қазақтың ата заңдары ол 11 томдық, оның ішінен іріктеп алуға болады. Ал енді бабалар аманаты Зейнеп Ахметова апамыздың кітабы ғой, ол қыздарға өте мықты. Соң Құлы тамыр деген кітабы бар, ол кісінің қыздар оқитын өте мықты кітабы. Балалар аманатын меніңше қайталап оқу керек секілді, әсіресе қыз баланың тәрбиесінде. Иә, бұл Абай жолын оқу керек, Абайдың қара сөздерін жаттау керек негізінде. Қазақтың басына келген нәубет сол Абайдың қара сөздерінің ішінде тұр ғой. Қазіргі біз айтып жатқан тақырыптың бір ауқымды болатын жері, сіз бен біздің талқылап отқан дүниеміздің бала психологиясымен тығыз байланысы бар ғой. Сіз өскен кезең, біз көрген кезең, баланың сабырлы болсаң қадірлі боласың деген дұғып, психологиясы мықты, дамып, жетіліп, шыдамы мықты еді. Қазіргі бала психологиясындағы осы бір туындап жатқан мәселенің себеп салдары неде деп қарайсыз? Жастармен көп жүздесіп жүрсіз, балалармен көп пікір алмасып жүрсіз. Ортаға байланысты. Біріншіден, екіншіден баланы шектен тыс дөмен бүлдек ора жібердік. Көп қабатты үйде, биік ката жерде не ішем, не кием демейді, алдына келген астың қадірін білмейтін, сондай жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүретін ұрпақтар қазір көбейді. Сондықтан олар қадірін білмей жатқаны сол. Жалпы біздің кезіміз, біз ауылда жаңа қай тазаладық, атқа міндік, ауылда үлкен қар тазаладық, қара жұмыспен өстік қой. Қазіргі бала енді ол бүгінгі заманның ұрпағы мынандай, олармен салыстыруға мүлдем келмейді. Бірақ жалпы айтқан кезде бүкіл нәрсе ата-анаға байланысты екен. Мен көп азаматтарды білемін. Сол бүгін заман осындай деп тұрса да, бірақ балаларына сондай керемет тәрбие беріп жатқан. Содан ол ата-ананың өзіне байланысты. Шынайы уайым болса, сен балаларды мына әлеуметтік желі бүгінгі заман талап алып кете алмайды. Ата-ананың өзіне байланысты. Сондықтан бәріміз мықты болайық. Ол заман бұзылған TikTok тәрбиелеп жатыр деген емес. Мен кінәлімін, егер балам дұрыс болмаса. Сол нәрсе жетіспейтін секілді. Себебі біз өзімізді ақтап алуға келген кезде жақсымыз да, ал бірақ дәл өзімізге қатысты төңіректе, әсіресе бала тәрбиесіне қатысты мәселе қозғалған кезде жағдай қиындап кетеді. Аға, қазір жиі байқап жүрген тағы бір дүние бар. Әсіресе балаларымыздың тұсауын кескен кезде кейде азаматтарымыз бір-екі ауыз сөзбен ғана түйіліп жатады. Енді біз білетін, мен көріп жүрген дүниеде сізге деген баламның тұсауын кессем екен деп түкпір-түкпірден арқаланып жүрген қазақ көп. Өзіңіздің тәжірибеңізбен, баланың тұсауын кесудегі өз әдебіңізбен, өз тәртібіңізбен оқырманға бір лайфхак болсын бөліссеңіз. Иә, жалпы қазақтан ағалық әр нәрсенің парқын білген халық қой. Тұсауын кесу,
бата беру, бесікке салу деген бүкіл рәсімдерде сол елге танымал, өскен, өнген, тегінде бір қиянаты жоқ, аузы дуалы, ақсақалы болсын, батырлар болсын деген сияқты сол азаматтарға есімін қойдырып тұсауын кестіріп жатқан. Мәселен, Шақшақ Жармек жорықтан келген кезде Бердәулеттің әйелі босанып жатады, сонда бағанағы атақты ер Жәнібектің атын қояды. Есімі менің сияқты Жәнібек болсын деп, Бұқардың атын Жәнет баба қойып отыр деген сияқты қарасаңыз. Сондықтан жалпы ең бірінші тұсаукесер деген мақсат ол сол кісінің батасын алу. Өйткені қазақ айтады, 40-тың бірі қызыр дейді. Менің өзім Жақсылық Үшкемпіров атамызға Дінмұхаммед деген ұлымның тұсауын кестірдім. Мен ол кісіге кестіру маған үлкен мәртебе болды. Неге? Өйткені жастық шағын қара кілемнің үстіне қара терін төгіп елдің байрағы болды. Қартайған шағында қазыналы қарт болып, жаңағы жастарына қолғанат ел ағасы бола білді. Ауылды көтерді. Қандай қарапайым еді. Жақсылық ағамыз ауылын көтерді, мектеп, жаңағы спорт мектептері бар, балабақша үйлерін салып беріп жатты, барымен бөлісіп. Сол кісінің жолын берсін деген ниетпен ғой, әйтпесе Ардақ Назаров тұсауын кестіріп, ешкім төбелескіш болып кетпейді, жаңағы біреу жүгіріп кетпейді. Бірақ ол жердегі менің мақсатым шынайы берген батам қабыл болса екен деп. Енді ол жерде менің көбінесе айтатын сөзім Абайдай дана болсын, Әлихандай еліне пана болсын, Бауыржандай батыр болсын, халқына жақын болсын, бір үйдің баласы болмасын, бір елдің данасы болсын, бір тонның жағасы болмасын, бір қауымның ағасы болсын, жүрген жері жаз болсын, айдынына қаз қонсын, ертең үлкен жетістікке жеткен кезде елі жұрты мәз болсын, Алланың сүйген құлы болсын, халқының сүйікті ұлы болсын, немесе қызы болсын деп жаңа батамды беремін. Енді бір айтайын деген дүнием аға, баланың жадын жаңғырту. Қазір енді тағы бір мәселе бар ғой, әсіресе біз бала тақырыбын қарастырған кезде біз енді ұстаздық етіп жүргеннен кейін енді заманның көшімен салыстырамыз, өзіміздің кезбен салыстырамыз. Осыдан бір 3-4 жыл бұрынғы бала мен қазіргі баланы салыстыратындай болдық. Әсіресе жадты жаңғырту, баланың есте сақтау қабілетін дамыту, қайтып дамытамыз, қалай дамытамыз. Оның бір мысалы өлең жыр жаттау деп өзім жүрген ортамда айтып жүремін. Дұрыс айтасыз, иә. Балаларға жалпы ертегі көп оқып беру керек. Өйткені ертег баланың қиял ғажайыбын арттырады. Одан ертегінің соңында ол міндетті түрде кенде әкесін барып мыстан кемпірін алып келеді. Оған жаңа жолда жаңа тау соғар кездеседі, желаяқ кездеседі. Оның бәрі кәдімгі бүгінгі қияли кейіпкерлер ғой. Соның бәрін ойлаған кезде бала бір сулардың арасында жүрген сияқты кейіпте ең соңында бір бақытқа қауышады. Өзінің сүйген жарына жетеді, ата-анасын алып келеді, жаңағы батыр болып еліне оралған кезде сол ертегілерді міндетті түрде балаларға оқып беру керек, қиял ғажайыбын арттыру үшін. Сол бала негізі ертегі оқыған бала ол кейін әдебиетке ынтық болады ғой. Ертегіні бала оқымастан бұрын ертегіні оқып беретін ана болу керек шығар. Ана мен әке болу керек. Бірақ осы нәрсені мен жаңа ана болу керек шығар дегенім, кейде біз көп мәселені әсіресе бала тәрбиесіне келген кезде анаға жүктеп жатамыз да, анадан болу керек, ана айту керек деп. Бірақ әкелеріміздің бір орнынан ығысып кеткендей сәт көрінеді да. Негізі қозғаушы күш әке ғой. Бүкіл мотивация әкеде тұр. Әке ол үйдің жалпы басшысы. Әрқайсысың шопансыңдар, шопан өзінің қойына, ер азамат жанұясына, әйел бала шағасы мен үйдің ішіндегі нәсілдерге жауап береді деген сияқты. Біз ер азамат ретінде сол жалпы жауап береміз. Жанұяның тәрбиесіне, бала шағаға, қам-қарекетіне, арнайы тапсырмалар әкеден кету керек. Әкеден басталады. Қазір жауапкершіліктен қашып кетіп жүрген жоқ па әкелеріміз? Енді көпке топырақ шашамайсың ғой. Бес саусақ бірдей емес. Тентегіміз де бар, жақсымыз да бар, жаманымыз да бар. Мен ойлаймын, енді қазіргі қыз баланың тәрбиесінде, әсіресе өзің қыз баланы тәрбиелеп бастағаннан кейін көп мәселенің төңірегінде ой пікір басқа бағытта қалыптасады екен. Мен ойлаймын да осы көп мәселе әрине ер азаматтың намысына байланысты. Әсіресе егер әкеде намыс болмаса, онда қыз баланың тәрбиесінде көп артқа қалатын сияқтымыз, кешеуілдеп қалатын секілдіміз. Аға, бір жақсы мәселені, жақсы бала тәрбиесі жөнінде жақсы тұшымды ой айтылып, мағыналы мазмұнға толы дүние айтылды. Енді жаңа өзіңіз көрдіңіз, сөз басында да атап өттім. Бұл жоба Мұқағали Мақатаев мектебінің тәрбие сағаты деп аталады. Алғашқы қадірлі қонағымыз өзіңіз. Ұлтқа қызмет қылу уайымнан басталады дегенді өзіңізден естіп, сол бала тәрбиесінде де уайымдап жүрген азамат ретінде өзіңізбен сұхбат құруды жөн көрдік. Мақатаев мектебінің сұхбаты болғаннан кейін қонақ кәдеміз болсын. Атамыздың бір өлеңімен бүгінгі сұхбатымыз. Мақатаевтың өлеңін аяқтайын ба, жоқ Ардақ Назаровтың өлеңін аяқтайын ба десең. Қалауыңыз қайсысы? Бірақ бір сол дәстүрге айналсын деген. Иә. Қалжыңдап отырмын ғой. Енді Мұқағали атамыздың өлеңіне қолқа сап отырсыз ғой. Жалпы мен Мұқағалидың өлеңін жақсы көремін. Қаймағы бұзылмаған қайран дінім, қаймағың быт-шыт болдау,
қайдан бүгін құбылаға бет бұрып қол қусырып сәждеге бас қоятын бар ма күнің. Бәрі рас айтқанының ақ алламның құм менен топырақтан жаралғанмын. Жалпы бұл өлеңді Мұқағали атамыз 1970 жылы кәдімгі қылышынан қан тамып тұрған кезде саясаттың сол кезде жазған екен. Алла тағала деп жаңағы аңсап кеткен, осы тәуелсіздікті аңсап кеткен осы. Өте орынды атап өттіңіз ғой. Анау Мұқағалидің шығармашылығына ден қойған адам дін тақырыбының көп қамтылғандығын бәлкім байқай бермейтін шығар, бірақ сатқан емен сатпаймын дінімді мен, өлмейтұғын өшпейтін күнім білем. Ал есімі жүрегім жұдырықта, жүрегімнің соққанын біліп жүрем. Мұхаммедтің үмбеті мұсылманмын, пайғамбарым қолдайды қысылған күн, алсын тағалам ант етемін, Алла есімін кеудемнен ұшырған күн дейді. Немесе тағы бір өлеңінде я Аллам жаратушы жалғыз ием, медет бер жапандағы жалғыз үйем, хал сұрар жай түсінер бір пенде жоқ, жүрегі жүн, ойым опат жанды жүйем дейді. Я Алла, көрдің бе, көрмедің бе, я Тәңірім, бердің бе, бермедің бе, шырылдаған үніңнен айналайын, шынымен ақ өмірге келгенің бе, ұлым болсаң ұлы бір мұрадайсың, қызым болсаң қырдағы құралайсың, естисің бе, есі жоқ, ей дүние, менен неге сүйініш сұрамайсың деп ана баласы өмірге келген кезде айтқан екен бабамыздың. Сізден бала тәрбиесіне қатысты алғашқы сұхбатымыз болғандықтан Мұқағалидың тілімен сүйініш сұрағандай болдық аға. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекет жолдағы, қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны дейді Мұқағали. Сондықтан бір бала тәрбиесіне қатысты тәрбие тақырыбы, әсіресе бала тақырыбы ауқымды ғой, бірақ соған аз да болса өз үлесімізді қоссақ деген ниетпен, бір бала тәрбиесіне қатысты шөлімізді қандырсақ деген ниетпен осы бір сұхбатты өткізуді мақсат еткен едік. Аға Алла разы болсын. Көптен көп рахмет. Енді осы сұхбатты мен мына бір жолдармен тәмамдағым келеді. Жалпы қай сұхбатқа да орайы келеді деп ойлаймын. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл қол. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің, ғибраталар артында сөз қалдырсаң, шын бақыт, осынық мәңгілік өлмейсің деді. Бағдарламаларыңыз құбырлы болсын. Рахмет аға.